Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, құрметті қонақтар. Қазақ күресінің тарихы 1938 жылдан бастап. Әрине, еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін түрлі спорт шаралары ұйымдастырылып, атап өтсек, Қазақстан барысы, әлем барысы, Азия чемпионаттары, әлем чемпионаттары, тағы басқа спорт шараларының көмегімен қазақ күресінің беделі күннен күнге, жылдан жылға артып келеді. Дәл бүгін осы сахна төрінде қазақ күресі спортының дамуына өз үлесін қоса білген азаматтар марапатталатын болады. Олай болса, Қазақ күресі федерациясының жыл қорытындысы марапаттау рәсіміне тағы да қош келдіңіздер. Құрметті ханымдар мен мырзалар, экранға назар аударайық. Халқымыздың сан ғасырлар бойы қалыптасқан жауынгерлік өнерінің бүгінгі жалғасы қазақ күресі. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енген ұлттық күрестің еліміздегі үйлестірушісі Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясы. Елімізде қазақ күресімен шұғылданушылар статистикасына сүйенсек, 2014 жылы 102.840 адам, 2015 жылы 103.115 адам, ал 2018 жылы 116.082 адамға өскен. Ағымдағы жылы спорттық бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай күнтізбелік жоспарында 81 іс-шара атқарылды. Оның ішінде жасөспірімдер арасында, жастар арасында, ересектер арасында жарыстар өткізілді. Балуандардың спорттық дайындығын арттыру мақсатында халықаралық деңгейдегі 4 оқу-жаттығу жиындары өтті. Ұлттық құрама балуандары Грузия, Моңғолия, Әзербайжан, Польша елінің балуандарымен тәжірибе алмасты. Ал қазақ күресінің дамуына жағдай жасайтын мамандардың біліктілігін арттыру барысында жаттықтырушылар мен төрешілерге арналған 5 семинар, 1 біліктілік арттыру курстары өтті. Ұлттық күрестің олимпиада бағдарламасына ену жолында халықаралық деңгейдегі жарыстардың алатын орны ерекше. Ақтөбе қаласында өткен әлем чемпионатында ұлттық құрама балуандары ел қоржынына 5 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль салды. Моңғолияда өткен Азия чемпионатында ел құрамасының балуандары 3 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль иеленді. Алматы қаласында өткен әлем барысы абсолютті әлем чемпионатында 4 балуанымыз қатысып, Айбек Нұғымаров күміс белбеу, Мақсат Исағабылов қола белбеу тағынды. Тұңғыш рет өнер саласының өкілдері арасында өнер барысы турнирі ұйымдастырылып, халықтың ыстық ықыласына ие болды. 2019 жылы алғаш рет спорттық клубтар арасында Қазақстан Республикасы кубогы үшін жарыс өтіп, Жамбыл облысының жекпе-жек кәсіпқой спорт клубы жеңімпаз атанды. Қазақ күресінің құрамдас бөлігі болып табылатын белдесу күресінен Шымкент қаласында тұңғыш рет Қазақстан Республикасының чемпионаты ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясы ұлттық күресті бүгінгі күннің талаптарына сай дамыту барысындағы жұмыстарын одан әрі жалғастыра береді. Елімізде және халықаралық ареналарда қазақ күресінің өркендеуіне үлесін қосып жүрген серіктестерге алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті, Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры, спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы, халықаралық қазақ күресі федерациясы, Қазақстан барысы қазақ күресін қолдау және дамыту қоры, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазспорт телеарнасы. Құрметті қонақтар, сахна төріне мың бұралған контраст би тобын шашу бимен ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
Қазір дүниежүзінің барлық жерінде қазақ күресі дамып жатыр. Кеше мінекей 43 мемлекеттен келіп өте үлкен әлем чемпионаты өтті. Соның өзінде мінекей соған жаңағы куә. Қарасаңыз жаңыңыз бір емес 10-15 елдің палуандары әрқайсысы мынау біздің медальдарға ілігіп жатыр. Сондықтан да енді айтамын, қазақ күресін бүгін ғана дамыды деп айта алмаймын. Қазақ күресінің дамығаны біздің бұрыннан елден атамыздан келе жатқан қазақ күресі. Бірақ оның енді қазір ережесі жазылып, киімі жазылып 2005 жылдан бастап осы қазақ күресінің біз халықаралық жаңағы федерация құрғанбыз. Содан бері мінекей жылдан жылға бұл өзгеріп жатады, жанданып жатады. Қазақ күресінің ережесі мынандай бір мақсат пен міндеттері бар. Мақсаты қазақ күресі халыққа қызмет ету керек. Халықтың рухани байлығын көбейту керек, сақтау керек. Ал міндеттері жаңа өзің айтқан, ол көрнекті болу керек, ол тартымды болу керек, ол эстетикалық жағынан сондайлық бір адамға тәрбиелік маңызы болу керек. Мінекей қазақ күресін осы бағытқа қарай жандандыру, ол бір күндік шаруа емес. Ғасырлар бойы демократиялық жағдайда қалыптасқан қазақ күресінің ережесі қазірде сол бағытқа, сол руслаға қайтадан келе жатыр. Ардақты ағайын, марапат рәсімізді бастамас бұрын сахна төріне құттықтау сөзімен Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясының президенті Дәурен Әскербекұлы Абаев мырзаны ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Қайырлы кеш, құрметті спорт сүйер қауым. Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясы өздеріңізбен бірге тағы бір жұмыс жылын аяқтап отыр. Ұлттық күрес үшін 19 жыл жетістіктерге, 10 өзгерістерге толы жыл болды. Өздеріңіз білетіндей, кеше ғана өткен әлем чемпионаты, Азия чемпионаты, ел біріншіліктері жоғары дәрежеде өтті. Бұл шаралар қазақ күресін жаңа деңгейге көтерді. Осы орайда қазақ күресінің жанкүйерлеріне, осы істің айналасында жүрген барша жанашар жандарға алғыс айтамын. Бүгін өздеріңізбен бірге жылды қорытындылап, топ жарған спортшыларды, ұлттық күрес үшін аянбай еңбек еткен бапкерлерді, төрешілерді, әріптестерді марапаттауға жиналып отырмыз. Осынау ұлттық өнерді дамытуда әрқайсыңыздың қызметіңіз маңызды. Сол қызметтеріңізге табыс тілеймін. Келесі 20 жыл жаңа белестерді бірге бағындырайық. Табысты жылға басқан қадамымыз құтты болсын. Рахмет. Көп рахмет. Рұқсат болса марапаты рәсімімізді бастасақ. Қазақстан Республикасы және КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушысы, спорт қайраткері Диханбай Дүржанұлы Бейткөзов марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі егеріміз Қазақстан Республикасының және КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушы, спорт қайраткері Марат Нұрмұхамедұлы Жақыт мырза марапатталады. Осындай құрметпен Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясының тұңғыш президенті, педагогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, спорт шебері Ерғали Мұхиддинұлы Мұхиддинов марапатталады.
Құтты болсын. Келесі егеріміз Қазақстан Республикасының Қазақ күресі Федерациясы ғылыми әдістемелік комитетінің төрағасы және де Берен балуан киімнің авторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы, профессор Елемес Әлімханов мырза шақырылады. Енді Алла қаласа өзім қазір өзімнің бір кішігірім группам бар, енді оның ішінде өзім балам да бар. Соларды тәрбиелеп, енді мынау 2021 осы Олимпиада жылы сол жаққа барып қайтып, енді жаңағы өзімнің шәкірттерімді солған кішкене көрсетіп, қызықтырып, сондай бір Олимпиадаға алып барсам ба деген өзім үлкен арманым бар. Ұлыңыз қазақ күресін өзі таңдады ма, әлде әкесінің септігі тиді ма? Енді ол мен күресіп жатқан кезде көріп отырып, содан енді солай өсті ғой, енді ол сондықтан өз қазақ күресі, дзюдо екеуін қазір қатысып жүр. Енді қазір Алла қаласа алда көресіздер. Кешегі Ақтөбе қаласында өткен әлем чемпионатында өздеріңіз көргендей ақтық сынға шығып, және де ақтық сында әлем барысы Роман Бобиковті жеңген болатынмын. Енді ол шыны керек қаншама анау әлем барысынан кейін қаншама еңбек істедік. Әлем барысына да жақсы дайындықпен келген сияқты едік, бірақ бақ шабама, бап шабама болды. Енді Аллаға шүкір әлем чемпионы атанып отырмыз. Қазір алдағы жарыстарға тағы да бір дайындық жасап, енді Құдай қаласа 2020-да жақсы дайындықпен бастау керек. Және де 2019 жыл Қазақстан барысында да 3-ші орын алдық. Енді Аллаға шүкір, жақсы, сәтті жыл болды деп білемін. Біз марапатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрмет орденмен марапаттау үшін ортаға Мұхит Шыңғысбекұлы Тұрсыновты шақырамыз. Қазақстан барысы 2014 екі дүркін әлем чемпионы, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мұхит Шыңғысбекұлы Тұрсынов. Бір нәрсені айтып кету керек. Осы құрмет ордені мемлекет басшысының алғысы қазір берілетін. Осының бәрі осы Арман Шораевтың арқасы, өйткені мемлекет басшысының қабылдауында болған кезде осы мәселені мемлекет басшысының алдында көтеріп, осы біздің қазақтың барыстары бар. Осыларды құрметтемесе, кімді құрметтейміз деп айтқан сөзі бар. Соның арқасында міне бүгінгі марапатқа ие болып жатыр жігіттер. Шын құттықтаймыз. Құрмет орденімен Еламан Нұрымұлы Ерғали шақырылады. Қазақстан барысы 2017 дүниежүзілік көшпенділер ойынының күміс жүлдегері. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қошеметтеріңіз. Осындай құрмет орденімен Ержан Темірқұлұлы Шынкеев марапатталады. Қазақстан барысы 2018 әлем барысы абсолютті әлем чемпионатында қола белбеу иегері. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Құттықтаймыз. Келесі біздің егеріміз Қазақстан Республикасының президенті алғыс хатымен және де барыс төс белгісімен Айбек Серікболұлы Нұғымаров марапатталады. Қошеметтеріңіз.
Екі дүркін әлем барысы, алтын белбеу иегері, екі дүркін Қазақстан барысы, қазақ күресінен 4 дүркін әлем чемпионы, әлем кубогының 2 дүркін иегері, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Осындай құрмет орденімен Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясының алғыс хатымен марапатталған Ұлан Ғалымұлы Рысқұл марапатталады. Ұлан Ғалымұлы Рысқұл тұңғыш Қазақстан барысы, сондай-ақ қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Шын жүректен құттықтаймыз, қошеметтеріңіз. Ұлан Ғалымұлы Рысқұл. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Көп-көп рахмет. Орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Ал біз марапатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі біздің номинациямыз үздік спортшы деп аталады. Үздік спортшы номинациясында қазақ күресінен әлем және Азия чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерін марапаттауға Қазақстан Республикасының Қазақ күресі федерациясы бірінші вице-президенті Арман Төлегенұлы Шораев мырза шақырылады. Үздік спортшы номинациясында Айбек Серікболұлы Нұғымаров марапатталады. Әлем барысы абсолютті әлем чемпионатының күміс белбеу иегері. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері. Үздік спортшы. Көп рахмет. Үздік спортшы номинациясында Дәулен Ерланұлы Ниетбай мырза марапатталады. Қазақ күресінен 55 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы және де қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қошеметтеріңіз. Үздік спортшы номинациясымен Қуаныш Ғабдулқақұлы Ысқақов марапатталады. Қазақ күресінен 66 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қошеметтеп қолдау көрсетіп отырайық ардақты ағайын. Үздік спортшы номинациясының иегері. Құтты болсын. Үздік спортшы номинациясында Айдос Қайратұлы Ғалымов мырза марапатталады. Қазақ күресінен 74 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қошеметтеріңіз. Үздік спортшы номинациясымен Нұрым Сәлімгереев марапатталады. Қазақ күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Үздік спортшы номинациясының иегері. Шын жүректен құттықтаймыз. Үздік спортшы номинациясында біздің келесі иегеріміз Руслан Ғалымұлы Әбдіразақов марапатталады. Қазақ күресінен 100 келі жоғары салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Шын жүректен құттықтаймыз. Осындай марапатпен үздік спортшы номинациясының иегері Әбдіқасым Ерланұлы Сахан марапатталады. Қазақ күресінен 82 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері.
шын жүректен құттықтаймыз. Үздік спортшы номинациясында Ержан Нұрланұлы Еренғайыпов мырза марапатталады. Қазақ күресінен 60 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының қола жүлдегері, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қошеметтеріңіз. Үздік спортшы номинациясының иегері Әбділжан Ермекұлы Ыстыбаев марапатталады. Қазақ күресінен 90 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының қола жүлдегері, қазақ күресінің халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз, біз марапатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Үздік спортшы номинациясының иегері Нариман Ахметжанұлы Тұтқышев марапатталады. Қазақ күресінен 55 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионы, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қошеметтеріңіз шын жүректен құттықтаймыз. Біздің келесі иегеріміз үздік спортшы номинациясында Еламан Хуанбай марапатталады. Қазақ күресінен 60 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионы, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Үздік спортшы номинациясында Мақсат Аманбайұлы Исағабылов марапатталады. Қазақ күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионы, әлем барысы абсолютті әлем чемпионатында қола белбеу иегері, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Құтты болсын. Келесі иегеріміз үздік спортшы номинациясында Айбат Төлінбекұлы Сейтен мырза марапатталады. Қазақ күресінен 100 келі жоғары салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының күміс жүлдегері, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Осындай марапатпен үздік спортшы номинациясында Бекзат Сағынтайұлы Ахметбеков марапатталады. Қазақ күресінен түйе палуан абсолютті салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының күміс жүлдегері, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қошеметтеріңіз ардақты ағайын. Шын жүректен құттықтаймыз. Тағда үздік спортшы номинациясында Айдар Мейіржанұлы Бескемпір мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз. Қазақ күресінен 74 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының қола жүлдегері, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Үздік спортшы номинациясында Жайдарбай Мырзабайұлы Есенов марапатталады. Қазақ күресінен 82 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының қола жүлдегері, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Рахмет. Үздік спортшы номинациясында келесі иегеріміз Аян Маратұлы Рыспай мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз. Қазақ күресінен 90 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионатының қола жүлдегері, қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері. Құттықтаймыз. Көп-көп рахмет.
Көп рахмет, орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Жемісті, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Ал дәл қазір сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне Әзімбек Байлин ұлдарыңыз шақырамыз. Қазақ күрес әнімен қошеметпен қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, барша спорт сүйер қауым. Мереке құтты болсын, жүлде баршаңызға құтты болсын. Рухтарымыз әрқашанда биікте болсын. Құрмет қошеметтеріңіз жүлделер үшін. Хей! Чап! Хида! Жаурыны жерге тимеген, жауына басын имеген, біз олардың ұрпағы, ұлы даланы билеген. Тұрады тағдыр көрістен, бабамда талай күрескен, күрес бар сенің қаныңдай, шығарма қазақ мұнезден. Қазақ күресі білектілердің майданы, қазақ күресі жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Аманаты бұл бабамның, ғаламаты бұл ғаламның, палуандары қазақтың, батыры бейбіт заманның. Қажымы қанын аумаған, бабамның ізін жалғаған, боз алақының намысын, боз келемдерді қорғаған. Қазақ күресі білектілердің майданы, қазақ күресі жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қанекей, жіберменді, жіберме дейменді. Осылай, міне, ұста енді, жіберме, тарт өзіңі қарай, тарт дөйім өзіңі, іште шал, күтір, бұлақтыр, таза! Қазақ күресі жасай берсін, әлемдік деңгейге шыға берсін, олимпиадада көрейік Алла қаласа. Қазақ күресі білектілердің майданы, қазақ күресі жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қазақ күресі білектілердің майданы, қазақ күресі жүректілердің майданы. Асқақтай берсін көгілдір аспан төрінде, қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Қыран бейнелі қайсар қазақтың байрағы. Әзімбек Байлин, қошеметтеріңіз. Ардақты ағайын, марапаттауымыз әрі қарай жалғастырамыз. Әріптестік үшін номинациясын марапаттау үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы Қазақ күресі Федерациясының вице-президенті Сәрсен Абайұлы Құранбек мырзаны қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Әріптестік үшін номинациясында спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерация бас директоры орынбасары Нұрлан Нөгербекұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Нұрлан ағамыздың орнына марапатты біздің өкіліміз Бақытбек Хамит мырза алады. Әріптестік үшін номинациясында Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитетінің
спортты дамыту дирекциясының директоры Самат Серікханұлы Ерғалиев марапатталады. Марапатты орнына дирекция директорының орынбасары Еркеғали Дәулетханұлы Қарбозов алады. Қошемет соқпай қардақтағайын. Құттықтаймыз. Келесі біздің номинациямыздың иегері. Қазақстан барысы қазақ күресін қолдау және дамыту қоры атқарушы директоры Жанарбек Рамазанұлы Атығаев мырза марапатталады. Әріптестік үшін номинациясында Халықаралық қазақ күресі федерациясының бас хатшысы Азамат Нұрланұлы Треулесов марапатталады. Орнына Халықаралық қазақ күресі федерациясының бас хатшысы кеңесшісі Ұлан Ғалымұлы Рысқұл. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі біздің номинациямыздың иегері. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі спорт комитетінің төрағасы, армия орталық спорт клубы бастығы, қошеметтеріңіз Айталап Қалабайұлы Қорғанбаев мырза марапатталады. Әріптестік үшін номинациясында Қазспорт телеарнасының директоры Павел Валерьевич Цибулин марапатталады. Құттықтаймыз. Келесі номинациямыздың иегері. Ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығы бас директоры Садық Шоңмұрынұлы Мұстафаев мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз. Әріптестік үшін номинациясында ұлттық және ат споры түрлері орталығының директоры Аманжол Амандығұлы Хасенов марапатталады. Орнына марапатталу үшін орынбасары Нұркен Манапұлы Байбөриев алады. Қошемет соқпай қардақтағайын. Марапатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Үздік бақ өкілі номинациясының иегері Қазспорт арнасының тілшісі Телмұхамед Қалмұхамедұлы Күдербаев марапатталады. Қошеметтеріңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі біздің иегеріміз. Үздік бақ өкілі номинациясында Қазақ радиосының тілшісі Мұхамедәлі Болатұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Бұл енді бізге бағаланған белгі, яғни мен қызмет атқаратын Қазспорт арнасының ұжымының жетістігі деп білемін. Жалпы енді біздің елімізде қазақ күресінен мен ақпарат таратпаған жарыс жоқ шығар. Осы еңбегімді бағалаған Дәурен Абаев басқаратын Қазақ күресі федерациясы осындай марапатпен құттықтап отыр. Бұл енді еңбектің екі еселенгені, ары қарай да біздің қызмет атқару үшін қамшы болады деген сөз. Мынау енді Қазақ күресі федерациясының қадамы оң болсын, осы ел игілігі үшін жатқан қызметтер ары қарай жана берсін. Біз енді журналистер қауымы осы спортшылардың толағай жетістіктерін көрерменге жеткізе берейік. Әрине еліміздегі нөмір бірінші Қазспорт арнасы арқылы. Көп рахмет.
орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Ал біз марапатымызды ары қарай жалғастырамыз. Үздік. Құрметті қонақтар, біз номинациямызды жалғастырамыз. Келесі номинация үздік жаттықтырушы деп аталады. Үздік жаттықтырушы номинациясын марапаттау үшін, жалғастыру үшін құрметті біздің қонағымызды қайта сахна төріне шақырамыз. Келесі үздік жаттықтырушы номинациясында Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының бас жаттықтырушысы Ерлан Жұмабекұлы Естек мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Осындай марапатпен Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының аға жаттықтырушысы Қайрат Серқолұлы Пазылбек марапатталады. Үздік жаттықтырушы номинациясының иегері. Қошеметтеріңіз шын жүректен құттықтаймыз. Үздік жаттықтырушы номинациясында Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының аға жаттықтырушысы Бауыржан Таубалдыұлы Тәліп мырза марапатталады. Осындай марапатпен Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының фитнес жаттықтырушысы Ғани Құдайбергенұлы Келдіғұлов марапатталады. Үздік жаттықтырушы номинациясының иегері. Шын жүректен құттықтаймыз, жеңістеріңіз көп болсын. Келесі біздің номинациямыз құрметті көрермендер, үздік төреші деп аталады. Үздік төреші номинациясында Нұржан Әбуұлы Рысбиев мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз, қазақ күресінен халықаралық санаттағы төреші. Үздік төреші номинациясының иегері Нұрмұхамед Жайлаубай марапатталады. Қазақ күрес төрешісі. Нұрмұхамед Жайлаубай, қошеметтеріңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Үздік төреші номинациясында Азамат Қабденұлы Ерәділов мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының жоғары ұлттық санаттағы төрешісі. Үздік төреші номинациясының иегері Айбек Жамбылұлы Жұманбаев марапатталады. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының ұлттық санаттағы төрешісі. Көп-көп рахмет сізге. Тағда марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне Жаңабай Өтегенов ұлдарыңызды Қазақстан барысы әнімен қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз.
талай топ көрген, білегі күшпен сертелген, шыққандағы асқар шекпенмен жігері жанға от берген. Белдескен жанды бес бұрап, боз кілемге кеп көктерген, сендердей батыр шығар тек тәуелсіз біздің тектелде. Жігітке сай боп әрісі, жарасқан айла әдісі, жауырыны жерге тимеген ардақты алаш арысы, бойында қаны қайнаған қазақтың сендер барысы, қазақтың сендер барысы. Жеңіс аңсаған, жерім жоқ ешбір шаршаған, балуан жолақтай бақты деп, қажымұхандай қарсалан. Шаттықпен шабыт береді, сендер шыққанда шаршалан, байрағы биік батырлар тілекші болсын баршада. Жігітке сай боп әрісі, жарасқан айла әдісі, жауырыны жерге тимеген ардақты алаш арысы, бойында қаны қайнаған қазақтың сендер барысы, қазақтың сендер барысы. Барсыздар, аман болыңыздар, жасай беріңіздер, жауырындарыңыз ешқашан жерге тимес. Жарасқан айла әдісі, жауырыны жерге тимеген ардақты алаш арысы, бойында қаны қайнаған қазақтың сендер барысы. Жігітке сай боп әрісі, жарасқан айла әдісі, жауырыны жерге тимеген ардақты алаш арысы, бойында қаны қайнаған қазақтың сендер барысы. Қазақтың сендер барысы. Жаңабай Өтегенов, қошеметтеріңіз. Тастанбек мырзаны ортаға шақырсақ, келесі біздің егерлерімізді марапаттау рәсіммен жалғастырамыз. Алматы қаласы Қазақ күресі спорт клубының вице-президенті Мақсат Сәкенұлы Қиқымов марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз, қошеметтеріңіз. Жеңістеріңіз құтты болсын, жеңістеріңіз көп болсын. Келесі біздің егеріміз Нұр-Сұлтан қалалық Қазақ күресі федерациясының вице-президенті Ғалым Ізбанұлы Күлекешев мырзаны ортаға шақырамыз. Шымкент қалалық Қазақ күресі федерациясының вице-президенті Нұрлан Жанпейісұлы Жабаев марапатталады. Келесі біздің егеріміз Ақмола облыстық Қазақ күресі федерациясы президенті
Ербол Қайратұлы Тоқаев мырза марапатталады. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеп отырайық. Шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Шымкент қалалық қазақ күресі федерациясының вице-президенті Нұрлан Жампейісұлы Жабаев, қошеметтеріңіз. Келесі болып Ақмола облысы қазақ күресі федерациясының президенті Ербол Қайратұлы Тоқаев марапатталады. Келесі болып Алматы облыстық қазақ күресі федерациясының президенті Қанат Ерқасымұлы Келкенов марапатталады. Құтты болсын. Келесі Атырау облыстық қазақ күресі федерациясы атқарушы директоры Аманбай Қыздарбаев мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі марапатымыздың иегері Батыс Қазақстан облыстық қазақ күресі федерациясының атқарушы директоры Шерғалиев Артур Мұратұлы марапатталады. Қарағанды облыстық қазақ күресі федерациясының президенті Бауыржан Сүлейменұлы Мұсақанов марапатталады. Келесі Қостанай облыстық қазақ күресі федерациясы президенті Жұмахан Нұрқанұлы Қасымханов мырза марапатталады. Ортаға келіңіз. Қызылорда облыстық қазақ күресі федерациясының президенті Ырзақұл Сәденұлы Нұртаев марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі Маңғыстау облыстық қазақ күресі федерациясы президенті Абат Жәңгірханұлы Өрісбаев мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі марапатымыздың иегері Павлодар облыстық қазақ күресі федерациясының президенті Нұржан Кемерұлы Әшімбетов марапатталады. Келесі Солтүстік Қазақстан облысы қазақ күресі федерация президенті Ербол Құмарбекұлы марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз.
Келесі марапатымыздың егері Шығыс Қазақстан облысы Қазақ күресі федерациясының вице-президенті Амантай Қазымұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Келесі. Қарағанды облысы Заккар спорт клубының директоры Абай Құрмашұлы Зікіров мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Талдықорған қаласы Қазақ күресі федерациясының директоры Иманғалиев Ерлан Тұрсынбекұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Әрі қарай жалғастырамыз. Сахнада қалуыңызды сұраймыз аға. Алғыс хатпен Қазақстан Республикасының жас өспірімдер арасындағы құрамасының аға жаттықтырушысы Ильяс Ізмагилов мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Осындай алғыс хатпен Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясының спорттық дисциплинарлық комитетінің инспекторы Кенжебек Сағатжанұлы Күзембаев марапатталады. Келесі. Алғыс хатпен Қазақстан Республикасының Қазақ күресі федерациясы спорттық техникалық комитетінің төрағасы Жандос Абуматталифұлы Қоныспаев мырза марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Осындай алғыс хатпен Қазақстан Республикасы Қазақ күресі федерациясының ғылыми әдістемелік комитетінің инспекторы Ербол Қуантайұлы Мырзабосынов марапатталады. Шын жүректен құттықтаймыз. Осындай алғыс хатпен өнер барысы жобасының авторлары Балғынбек Жаханғалиұлы Имаш пен Мейіржан Жұмабекұлы Әлібек марапатталады. Ардақты ағайын, құрметті спорт қатысушылары, спорт жанкүйерлері, жыл қорытындысы марапаттау рәсімі өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк байрағымыз көкте желбірей берсін. Құрметті халайық, құрметті көрермендер, қазақ күресінің беделі артып, қазақ күресі жасасын. Шын жүректен барша иегерлерімізді құттықтаймыз. Жемісті, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Мені құрметті, осында құрмет орден беріп атқан үлкен алғысты біріншіден елбасымыз айтқым келеді, екіншіден біздің Арман ағамыз айтқым келеді. Енді сол кісінің қолдауымен, сол кісінің үлесімен міне Қазақстан барыстары осы құрмет орденін алып жатыр. Сол кісіге үлкен рахмет айтқымды келеді. Қуанышымда шек жоқ. Бүгінгі күні президентіміздің марапатын алып жатырмыз. Енді еңбегіміздің
кішкентай болса да бір еңбегіңізді бағалап осылай құрметтеп жатқанына алғыс айтамын. Әрқашан еліміз көркейе берсін, спортымыз дами берсін. Осындай спортшылардың еңбегі әрқашан бағалана берсін.